Құрметті ата-аналар, менің есімім Ардақ Өмірзаққызы, мен қасымдағы Айнас есімді бүлдіршін қызымыз. Біздер үй жағдайында ойнауға болатын Лулия шеңбері атты ойынды сізге ұсынғымыз келіп отыр. Бұл ойынның мақсаты балаға аңдардың атауларын үйрету және аңдардың құйрығын таба білуге үйрету. Балдардың ойлау, естесу, сақтау қабілеттерін дамыту. Енді ойын шарты Айнас мен қандай болады, саған қазір айтып шартты үйретейін. Біздерде мұнда аңдар бейнеленген да, Айнас, осы аңдардың құйрығы бейнеленген сурет бар. Қазір мен мына шеңберді айналдыру арқылы аңдардың құйрығын өзінің қасына апару керекпін. Мына жерде қандай аң бейнеленген? Маймыл да? Осы маймылдың құйрығын қазір мен қасына апарып қоямын. Не қара? Мынау маймылдың құйрығы. Ал енді қара. Мынау қиынның құйрығы. Мынау қоян. Айнас қарашы. Мынау қоянның құйрығы мынандай кішкентай болады. Мынау түлкінің құйрығы ұзындау болады. Арыстанның құйрығы ұзындау болады екен. Қасқырдың құйрығы ұзындау болады екен. Мынау зебрдің құйрығы мынадай болады екен. Ал енді сенің кезегің айналдыр. Осындай шеңберді айналдырамыз. Айналдырып. Енді аңдардың құйрығын өзінің орнына апар. Маймылдың құйрығын апаршы қасына. Айналдыру арқылы. Айналдыр. Қорқып айналдыр. Маймылдың құйрығы қай жерде? Апар. Айналдыру арқылы. Қайсысы маймылдың құйрығы? Қайсысы? Дұрыс. Ал енді мынау қандай аң? Қиын. Мынау қиынның құйрығы да? Мынау қандай аң? Мынау қандай аң? Қоян. Қоянның құйрығы қайсысы? Қайсысы құйрығы? Міне, құйрығы қандай? Ұзын ба, кішкентай ма? Кішкентай ма, ұзын ба? Кішкентай. Мынау қандай аң? Түлкінің құйрығы. Мына жерде де. Дұрыс. Мынау қандай аң? Арыстан. Арыстанның құйрығы қайсысы? Құйрығы қайсысы арыстанның? Дұрыс. Мынау қандай аң? Қасқыр. Қасқырдың құйрығы қайсысы? Дұрыс. Жарайсың, Айнас. Ойынды жақсы ойнадың, рахмет саған.